Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге түркі қазақ арнасы және біз бүгін Шыңғысхан отырар қаласын шын мәнінде жаулап алды ма? Осы тақырып жайлы әңгіме жүргізетін боламыз. Ол үшін біз Жамиғ ат-Тауарих кітабына жүгінеміз әрине. Сіздердің алдарыңыздағы бұл кітап Жамиғ ат-Тауарих кітабы, оның авторы Рашид ад-Дин Фазлуллах Хамадани. Бұл кітап 1373 жылы Әл-Барс тарапынан нәшір етілген, яғни шығарылған. Енді Шыңғысхан отырар қаласын шын мәнінде жаулап алды ма? Осы тақырыпқа оралайық. 1952 жылы орыс ғалымдары осы кітапты орыс тіліне аударған болатын. Және отырар қаласын Шыңғысхан әскерлері жаулап алды деп аударған болатын. Ал енді шын мәнінде солай ма? Осы парсы тіліндегі түп нұсқаны тексеріп көрейік. Парсы тілінде қалай жазылды екен? Ол үшін біз осы кітаптың Шыңғысханның отырар қаласына келуі деген тақырыпты ашуымыз керек. Ол тақырып міне. Ол үшін біз осы кітаптың 688-ші бетіндегі мына бір тақырыпқа назар салуымыз керек болады ағайындар. Сіздерге барлығы анық көрініп тұр деген үміттемін. Бұл тақырыпта не дейді? Бірінші, біз осы парсы тілінде не деп жазылды екен, соны көрейік. Одан кейін Хитагуровтың аударған орысша мәтінін де сіздерге көрсететін боламын. Ал енді бұл жерде не дейді? Шыңғысханның отырар қаласына келуі және оның мұғыл әскерінің қолымен азат етілуі жайлы дейді хикая. Көрдіңіздер ма? Шыңғысханның отырар қаласына келуі және оның мұғыл әскерінің қолымен азат етілуі жайлы. Азат етілуі. Міне, ол азат ету деген сөз міне, мынау. Истахласан бардаст ләшкари мұғыл деп тұр. Мұғыл ләшкарлерінің қолымен азат етілді отырар. Міне дәл осылай жазылып тұр. Ал енді бұны орыс ғалымдары осы азат ету деген сөзді жаулап алу деген сөзбен ауыстырған. Енді оны әдейі ауыстырды ма, немесе білмей қалды ма, оны енді Алла біледі. Бірақ орыс ғалымдары осы азат ету дегенмен жаулап алу деген екі бір-біріне қарама-қарсы сөздерді ауыстыру арқылы көптеген тарихта бұрмаланып кеткен жағдайларға алып келген салдарды тудырған. Осы сөзден, яғни осындай дұрыс емес аударулардың себебінен тарих бұрмаланып кеткен деп те айтуға болады. Себебі сол 1952 жылы жазылған кітапқа негізделіп, одан кейін көптеген басқа да еңбектер жазылған, басқа ғалымдардың. Олардың барлығы сол Хитагуровтың кітабына сүйене отырып, одан кейін отырарды Шыңғысхан жаулап алды деп өзінің кітаптарында жаза бастаған. Ал негізінде ол жерде жаулап алды емес, Шыңғысханның әскерлері азат етті деп жазу керек. Ол жерде соғыс болғаны ақиқат, қырғын сүргін болғаны ақиқат. Мәселе онда емес. Мәселе мұғыл әскерлерінің қолымен отырар қаласы азат етілуі деген сөзде. Бұл азат етілуі деген сөзбен жаулап алу деген сөздер екеуі бір-біріне антоним, бір-біріне мағынасы қарама-қарсы болып табылатын сөздер. Міне,
осы арзымаған бір сөздерді ауыстыру арқылы тарих бұрмаланып кеткен деп те айтуға болады. Бұндай сәйкес келмеуліктер және де осы парсы тілінде жазылған кейбір сөздер орыс тіліне аударылған кезде аударылмай қалып кеткен, тастап кетілген жерлері де бар, басқаша айтылып, басқаша аударылған сөздер де бар. Міне, енді біз орыс ғалымдарының дәл осы бір тақырыпты қалай аударғанын көрейік. Міне қазір сіздердің алдарыңызда 1952 жылы жарық көрген Рашид ад-Диннің Жамиғат Таварих кітабынан алынған, яғни Жамиғат Таварих кітабы орыс тіліндегі нұсқасы. Бұл жерде қалай аударылған? Рассказ о прибытии Чингисхана в город Отрар и его завоевании монгольским войском. Яғни завоевании монгольским войском, жаулап алуы деп тұр бұл жерде. Көрдіңіздер ме? Енді бұл кітапты оқып отырып, басынан аяғына дейін оқысаңыздар, бұл кітаптың ішінде моңғол деген бірде бір сөзді кездестірмейсіз. Жарайды, ол бір басқа тақырып. Ол ерекше басқа тақырып болып табылады, бірақ біз өзіміздің тақырыбымызға оралайық. Шыңғыс ханның Отырар қаласына келуі және оны моңғол әскерінің қолымен жаулап алуы деп анық аударылған. Яғни, орыс ғалымдары аударған завоевание деген сөз бұл жаңағы парсы тілінде жазылған. Истахласан деген сөзге мүлде сәйкес келмейді, құрметті ағайындар. Мұны араб парсы әліпбиін білетін әрбір азамат өзі оқып көруі қажет, өзі оқып көріп, көз жеткізу керек болып табылады. Міне осы сөзді, истахласан деген сөзді білетін адамдар болса, бірден көз жеткізеді. Ол сөз парсы тілінде жаулап алу деген мағынаны білдірмейді. Бұл сөз азат ету деген мағынаны білдіреді екен. Міне сол себепті біз тарихты жетік әлде де зерттеуіміз керек және келер ұрпаққа өзіміздің шынайы тарихымызды оқып біліп жеткізіп қалдыруымыз керек болады екен.